Қайырлы күн менің подписчиктерім. Біз бүгін қатпарлы самсады әзірлейміз. Бізге ол үшін 500 грамм жылы су, 1 шай қасық тұз керек. Bir шай қасық шекер. Bir шай қасық разрыхлитель, үстіне уксус құйып араластырамыз әбден. Осылай араластырамыз. Енді 2 ас қасық сұйық май қоямыз. Бәрін араластырып болдық. Енді 1 килограмм ұнымызды саламыз шетінен осылай. Bir килограмм ұнымызды шетінен осылай қосып атамыз. Бізде әлі сұйық болып тұр. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек. Бізде осындай қамыр болды. Енді осыны салқынға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын. Мен қамырым жарты сағат холодильникте тұрды. Енді ию қаныпты. Енді осыны доп-томалық етіп, жүп-жүк етіп жаямыз. Қамырдың июғанса тез жайылады, және өте доп-томалық теп-тегіс болып жайылады. Июғанбаса жалбырап кетеді қамырымыз. Қамырдың июі қану үшін лажы болса 1 сағат бұрын қамырды елеп қойған жақсы. Осылай қамырымыз біздің бір тегіс болып шықты. Енді осыған маргаринімізді құйып жағамыз. Bir тегіс қып жағып шығамыз барлық жеріне. Мен алдынан ала үстіп ертіп дайындап қоям. Байландыра майымызды құйып шығамыз. Сосын кесішкі болса, кесішкімен жақса болады. Мен өзім қолмен жаққан ыңғайлы маған. Мен өзім қолмен жағам. Сіздер де қолмен жағыңыздар болады. Қолмен жақсам бір тегіс болып жағылады. Кесішкімен әр жеріне қолдың кіндей болмайды. Сол үшін мен қолмен жағамын. Майымызды бір тегіс қып жағып шықтық. Енді осыны дөңгелетіп майдалап ораймыз. Сіздер де майдалап ораңыздар. Тығыз қып ораңыздар, тығыз қып. Сонда майы бірін-біріне күшті, қамырға күшті сіңеді. Қатты слоеный болады. Біз қамырымызды бұрап болдық. Енді осылай дөңгелетіп холодильникке тағы жарты сағатқа қойып қоямыз, пакетке салып. Біз енді салмасын дайындаймыз. Мен осындай бір порцияға 3 пияз қосамын. Майдалап турап қосам. Piyazımızı turap bolduk.
Biz енді жарты кило фарш, бір порцияға жарты кило фарш қосам, мен тұз қосам, бұрыш қосам. Басқа приправалар да бар ғой, для самсы деген бар, неше түрлі, оны қоссаңыздар да болады, бірақ көбісі ондайды ұната бермейді, сондықтан мен қара бұрыш қана қосамын. Үстіп жақсылап араластырасыздар. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді қамырымыз жарты сағат холодильникте тұрды. Енді оны алып, осылай майда бөліктерге бөліп жаямыз. Мен осылай көз мөлшерімен бөле салдым. Кесілген жағын ішіне қарай қайырып жаясыздар ғой. Сонда жаңағы қатпарлы болып шығады қамырымыз. Осылай майда бөліктерге бөліп, осылай жаямыз. Біз үсіп қамырымызды бірнешеуін осылай жайып алдық. Енді осыларға фарш салып бүгеміз. Самсаны әртүрлі формада бөксеңіздер болады. Мен асығыс болғаннан кейін осылай үш бұрыш қылып жылдам бүгіп қойып жатырмын. Былай өрсеңіздер де болады. Неше түрлі варианттар бар өрудің, түйудің. Сөйтіп істесеңіздер болады. Пешімізді 10 минут бұрын қыздырып, осыны тапасына пергамент қағазын төсеп, үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, мен духовкаға салып пісіріп аламыз 20 минут. Самсамызды дайындап болдық, енді духовкаға 20 минут салып пісіріп аламыз. Самсамызды қызартып пісіріп алдық. Самсамыз осында қатпарлы болды. Бәрімізге ас болсын.